Ал бір хадисінде пайғамбарымыз салам айтады. Кімде-кім Кахф сүресінің соңғы 10 аятын жаттаса, Даджалдың фитнасынан аман қалады дейді. Өйткені әуелгі 10 аяттың соңғысы үңгірге тығыл деген нәрсені сілтеп атқан болса, соңғы 10 аятының соңғысы риядан сақтан дейді. Яғни сол Кахф сүресінің соңғы аятында Алла Тағала айтқандай, «Фәмән кәна ярджу лиқаа раббихи». Кімде-кім Раббысымен жолығуды қаласа, кімнің пиғылы, ниеті, мақсаты Алламен жолығу болса, «Фәлиғмәл амалан салиха». Онда ол салиқалы амал істесін. Алланың күллі бұйырған нәрселерін және тиған нәрселерінен алыстасын. Және «Вәлә юшрик би ғибадати раббихи ахада». Раббысына деген ғибадатта ешкімді серік қылмасын дейді. Сонда сахабалар бір күні біз Даджал туралы сөйлесіп, өте қатты дәрежеде бір-бірімізге сол туралы айтып атқан кезіміз болған дейді. Жаңағы біз қазір айтып атқандай. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям келіп, Даджалдың фитнасынан да сендер үшін қорқатын өте қатты қауіптенетін нәрсем бар дейді. Ол не, Алланың елшісі? Ширкул хуфи, құпия серік қосу дейді. Ол не құпия серік қосу? Аллахтың елшісі. Адам намазда тұрады, өте әдемі, байсалды оқиды. Өйткені анау жерде бір адам оған қарап тұр дейді. Бүгінгі әлеуметтік желі өзі риядан басқа не жасап отырмыз? Қайырымдылық жасаймыз, көрсетеміз. Тәптіштеп көрсетеміз да. Қай жерге барғанымызды. Адамдардан енді ақша тартқымыз келетін шығар, көмекке, жақсы. Бірақ бір нәрсені ойлайым деп, басқа нәрсе. Жақсылық жасаймыз ба? Көрсетеміз. Біреу денесін көрсетеді, біреу даусын көрсетеді, біреу үйіндегі пісіріп атқан тамағын көрсетеді, біреу балаларын көрсетеді, біреу үйленгенін көрсетеді. Өз кімге көрсетіп атырық біз? Жалпы мақсат не осының бәрінде дейтін болсаң, ұнау кімге? Подписчиктерге, адамдарға. Ал Аллаға ше? Аллаға ұнамайды ол нәрселер. Алла өзі үшін ғана істелуін қалайды. Міне осындай ниетте, осындай қылықтарда жүргенде, қазір кеп қалса Даджал, өте жағдай қауіпті, өте. Әне жан айтып отыр ғой, біреу мен мұъминмін деп барды да, міне, көптеген жаңағы бір ақида мәселесінде ма, фиқ мәселесінде таласқандардың қаншасы еріп кетуі мүмкін ертең артынан. Сонда не керек еді ол? Құдаймен байланысымыз дұрыс болмағаннан кейін. Неменеге сонша шулаттың? Әп-сәтте көзіне күмәндарда келеді дейді. Бұлай емес па дегенге жаңағы мұъминнің артынан еріп кетеді, болды. Кімде қандай кепілдік бар? Өзімізге қарайық. Әлеуметтік желіні аштым, уағыз тыңдайын отқан басында. Бір кезде басқа бірдеңке шыға келді, қарап отырым, қарасам. Енді мен қазір еріптім ғой оған. Мен бұл жерде жарайды бүйтіп қарап алып бара тұр ғой мені. Ол алған кезде енді кәдімгідей алады ғой ол. Ол біледі ғой әркімге не ұнайтын тақырыптарын. Жаңағы адамның ата-анасын, өзің ойла, ата-анасын тірілтіп тұр ғой бейнесінде. Сондықтан бүгінгі телефон мәселесі. Бұл нәрсемен өзіңіз күреспесеңіз, пайғамбарымыз салсам айтқандай, қуатты мұъмин болу үшін ихрис аля ма янфаук, өзіңе пайда келтіретін нәрсеге ұмтыл деген қағидаға темірдей шегелеп алмасаңыз, бұл телефон биледі, бітті. Кімді әлеуметтік желі биледі, оны Даджал оп-оңай билейді. Сондықтан да қаншалаған жаңағындай өмірдегі болатқан неше түрлі қызықтар, сол қызықтарға қызыға берсең, ертең сол қызықпен ол мені алуы мүмкін. Оның заманына кеп қызық. Әрбір иманымды дамытуға, Аллаға адал құл болуға кедергі жасап жатқан бойымдағы қылықтар, қызығушылықтар, бұл мені құртатын нәрсе. Бұл мені Құдайға адал қылуға кедергі жасап тұрған нәрсе. Міне сол нәрселерді ол ұйымдастырады. Аллах Тағала бізге мұқтаж болмаған түрде.